Жаслық бұл инсанға бір мәрте беріледі. Соғылықтан адам жаслығында білім алуға, өнер иелеуге, кәсіп таңлауға айрықша әтібар қаратуы лазым. Себебі жаслықта ісленген минет ертеңгі келешек үшін қызмет ете толығын ұмытпауымыз керек. Әлбетте, әрбір дәуірдің өзіне тән жаслары болады. Олар сол дәуір менен теңдей қадем таслайды, оқиды, ізденеді, дөретушілік менен шұғылланады. Көрсетуімізді инновациялық жаңалықлар рубрикасы менен давам еттіреміз. Бүгінгідей телекоммуникация технологияларының рауажлануы нәтижесінде мобиль байланыс құрылмалары тұрмысымыздың ажыралмас бөлігіне айланып қалды. Әтте бұл мобиль байланыс құрылмалары кіші компьютерге де айланып үлгерді. Бұның басты себебі мобиль байланыс құрылмаларына программалық тәминаттың орнатылуы болып табылады. Программалық тәминаттан пайдаланғанға қарағанда, оны ісілеп шығу инеменен құдық қазғандай көп минетті һәм де уақытты талап ететұғын жұмыс. Біздердің жастарымыздың арасында да ұсындай мобиль байланыс құрылмаларына программалық тәминатларды жаратып атырған жастарымыз да бар. Міне ұсындай жастарымыздың бірі Ташкент информациялық технологиялар университеті НОКС филиалы студенті Манас Базарбаев. Манас қазіргі уақытта мобиль байланыс құрылмаларына программалық өнімлерді ісілеп шығу, оны жарату көплеген минетті уақытты талап ететұғын жұмыс. Сондай-ақ бұл тарау жаңа тарау болғанлықтан, бұл тарау бойынша шұғыланып атырған жастарымыз, ямаса ұстазларымызда көпшілікті құрайды деп айта алмаймыз. Осындай жаңа тарауға қызығуыңызға не түрткі болды деп ойлайсыз? Мобиль дәстүрлеу жақында келіп шыққан тарау болып есептелінеді. Мысалы келтіріп айтатын болсақ, бірінші Android телефоны 2008 жыл презентация қылынған. Демек, бұған 10 жыл болған, һәм 10 жылдың ішінде Google компаниясы дәстүршілерге көптеген имканиятлар жаратып беріп жатыр қазіргі уақытта. Android құрылмалары үшін дәстүр жарату үшін Java дәстүрлеу тілін білу керек. Android құрылмалары үшін дәстүрлер Java дәстүрлеу тілінде жазылады. Бірақ жақында Google тарапынан презентация қылынған Android Studio орталығында және бір тіл қосылды. Айтатығын болсақ, бұл тіл JetBrains компаниясы тарапынан жаратылған тіл болып, оның аты Kotlin тілі болып есептелінеді. Жаңадан үйренушілерге бұл тілді үйрену аңсатылы һәм жеңілдеу болады деп ойлаймын. Бұл жаңа тарау болғаннан кейін көпшілік қызығушылықпен қарайды. Бұны үйренуші жастарға қандай кеңес бересіз? Бұны үйренуші жастарға мен дәстүрлі тілдерінің текарын үйренуді мәслихат беретін едім. Одан кейін болса, бірінші аңсатырақ болған дәстүрлі тілдерін үйреніп, кейін болса, IBK бағдарланған Java-ға ұқсаған тілдерді үйренуді мәслихат берген болатын едім. Дәстүрлеуді үйрену бұл үйренуші адамның өзіне байланысты. Адам қанша көп қызығып, соның үстінде көп минет істесе, сонша тез үйренеді һәм алдын қылған қателерін қайталамайды, себебі оның тәжірибесі көп болады. Бірінші орында Java дәстүрлеу тілін үйрену керек. Java дәстүрлеу тілі текарынан C һәм C++ тілдерінен кейін келіп шыққаны үшін, оның кемшіліктерін жоқ қылу үшін жаратылған тіл болып есептелінеді. Демек, оны үйрену оларға қарағанда сәл аңсатырақ болады, себебі онда ятпен ісілесу, көрсеткішлермен ісілесу деген затлар жоқ. Бұның бәрін Java виртуал машинасының Garbage Collector атлы технологиясы өз мойнына алады. Қазіргі уақытта ісілеп атырған программаларыңыз хақында, милли программалық жойбарларыңыз хақында айтып берсеңіз. Қазіргі уақытта мен Android мобиль платформалары үшін, милли сазасуфлары үшін нота редакторы дәстүрін жарату процесіндемен. Бұнан тысқары клиент-серверлі технологиялар текарында пайдаланушылар үшін такси шақыру программасын жаратып атырман. Нота редакторы проектіне келсем, бұл нота редакторы жәрдемінде музыка тарауында ісілеушілер һәм оқушылар өздерінің жазған ноталарын жазып һәм естіп көру имканиятына ие болады. Бұндан тысқары атынан белгілі милли саз аспаптарымыз үшін жаратылған программа болып есептелінеді. Себебі біздердің милли аспаптарымыз басқа елдерде тәкрарланбайды. Мысалы етіп айтатын болсақ, басқа елдерде де бұндай редакторлар бар болуы мүмкін, бірақ олар тек симфоникалық оркестр үшін, яки өздерінің милли саз аспаптары үшін. Ал біздердің өзіміздің милли саз аспаптары үшін дутар яки қобыз, дойра, басқа да милли аспаптарымыз үшін жаратылған нота редакторы жоқ. Бұл программаны жаратудағы мен текарғы мақсатым мұғалімдер һәм оқушылардың
істеу процесслерін жеңілдестіру. Мана сіз жаңа айтып өттіңіз, таксилер үшін жаңа программа істеп шыққаныңыз хақында. Енді осы жәмиеттілік транспортлардың қатынасын автоматластыру үшін арналған программаңыз қазіргі уақытта халыққа оның қандай пайдасы бар? Оны сынақтан өткеріп көрдіңіз ба? Қазіргі уақытта бұл дәстүріміз сынақтан өткеріліп жатыр. Бұл дәстүріміздің тек арғы мақсаты айдаушылар һәм пайдаланушылар арасында байланысты жақсылау. Бұл дәстүріміз жәрдемінде пайдаланушылар таксилерді картадан тауып алу имканиятына ие болады. Олар программаға кіреді һәм картада өзіне ең жақын болған таксиді көреді һәм оларға қоңырау етуі мүмкін яки хабар жазуы мүмкін. Мәселен, пайдаланушы Орайлық базар әтрапында тұрыпты һәм жақын арада оның қасында таксилер жүрген болуы мүмкін. Ол таксилер картада көрініп тұрады һәм пайдаланушы олардың біреуіне үстіне басып көріп, олар хақында информациясын көреді, машина қандай екенін, номері қандай, һәм оларға хабар береді. Ал таксист болса, бұл хабарды алғаннан кейін келген бұйыртпаны оқып көреді һәм ол жерге бара алмаслығын қайттан хабар арқалы, SMS арқалы қайтадан сол пайдаланушыға жібереді. Осы арқалы пайдаланушы һәм таксист арасында байланысқа ие боламыз. Қазірде бұл дәстүріміз сынақтан өткеріліп жатыр һәм ондағы қателіктер дұрысталып, пайдаланушыларға еш қателіксіз сапалы дәстүр жеткеріп беруіміз үшін елде оның жетіспеушіліктері дұрысталып жатыр. Мана сіз істеп жатырған программалық өнімлеріңіздің нәтижесінде көптеген жетістіктерге ерістіңіз. Көптеген инновациялық технологиялар көргізбесіне қатынасып, жоғары нәтижелерге ерістіңіз. Бұл болса өз кезегінде сіздің тынып тыншымай өз үстіңізде және де әрекет етіп жатырғаныңыздан дерек береді. Алдағы уақытта да бұндан да жоғары жетістіктерді күтіп қаламыз. Міне осындай жаңалықтарды жаратып жатырған жастарымыздың саны да жылдан жылға артып, олардың жаңадан жаңа ісленмелері халық игілігі һәм де инсан мүдделері үшін қызмет етуге даяр.